Құрметті оқырман, мойындаңызшы, қаншама кітапты керемет оқысаңыз да, біраз уақыттан кейін тас ұмытып қалып жатасыз. Немесе кітаптан соң кітапты кеміріп жатырсыз, бірақ өміріңіз бір қалыпта тұр, ешқандай дамымайды, Оның бір ғана себебі бар, достар. Сіз оқыған біліміңізге амал етпейсіз, яғни іске асырмайсыз. Сол себептен де ол менде де дәл сондай болған. Сондықтан да мен қазір кітаптың санына емес, бір кітап оқысам да содан амал етуге, бір нәрсені болса да іске асыруға тырысамын. Сондықтан да мен бүгін міне бала тәрбиесіндегі лайфхактар кітабынан біраз практикалық қорытындылар жасадым. Соның жетеуімен сіздермен де бөлісетін боламын. Міне жерде өзім үшін түртіп алған болатынмын. Кеттік сонымен. Бала тәрбиесінде қандай лайфхактар бар екен? Біріншісі былай дейді: бала өз өміріндегі түрлі оқиғалармен, жағымды болсын, жағымсыз болсын, сізбен ашық түрде бөліскенін қалайсыз ба? Яғни қалайсыз деп ойлаймын. Көп ата-ана оны қалайды, баласы айдаладағы біреуге емес, ата-анасымен сырласқанның ішіндегі бар нәрсесін айтқанын қалаймыз. Енді сол үшін не істеу керек? Ол өзінен өзі бола салатын нәрсе емес екен. Оған мынандай ақыл кеңес айтылыпты. Яғни біріншіден, конечно, сіз жақсы тыңдарман болу керексіз, тыңдай алу керексіз. Одан бөлек мына кітапта екі идея айтылады. Бірінші, сіз де өз оқиғаларыңызбен бөлісіп тұрыңыз дейді. Яғни балаңызбен сіз де жағымды болсын, жағымсыз оқиғалармен бөлісіп отырсаңыз, кейін ол да сізге соны қайтарады. Екіншіден, күнде жатар алдында балаңыздан сұраңыз дейді. Бүгінгі күндегі ең жағымды оқиған қандай болды, немесе жағымсыз оқиған қандай болды деп, соны күнделікті сұрап жүрсеңіз, ол әдетке айналып кетеді дейді да. Неге жасап көрмеске? Бұны енді күнде болмаса да, аптасына бірнеше рет болса да жасап көрсек, болашақта бала шағамызбен жақсы қарым-қатынаста болуға керемет практика деп ойлаймын. Сондықтан да жасап көрейік, нәтижесінің қалай болатыны менің өзіме де қызық болып тұр. Кеттік ендеше екінші. Мені мынандай сұрақ мазалайтын. Мысалы, балаларға бір нәрсе орындаған үшін сый-сияпат беру, ақша беру, тәтті беру деген сияқты, сол қаншалықты дұрыс деп ше? Өйткені кейбір жерде ойбай, ол керемет, біз сөйтіп жасағанбыз деп айтады. Кейбір жерде қазіргі заманауи жаңағы психолог, бала тәрбиесімен айналысатын кісілер жоқ, ол болмайды деп айтады да. Мына жерде соның жауабын тапқан секілдімін. Былай айтады: мысалы, бөлмеңді жимасаң, саған сыйлық беремін деу, ол қате дейді, олай болмайды дейді. Неге десеңіз, себебі ол өзінің міндетін бір ерекше бір жұмыс деп ойлап қалады дейді да. Қосымша жұмыс, қосымша тапсырма деп ойлап қалады. Сондықтан да оның әр адамның міндеті ғой өз бөлмесін жинау деген секілді. Сондықтан да балаға ол үшін сый-сияпат берудің қажеті жоқ дейді. Мынаны естігенде өзіме бір жауап тапқандай болдым. Енді мен бала шағам күнделікті үй шаруаларын жасағанына мен оларға ешқандай сый-сияпат, уәде ештеңе бермейтін болдым. Ал егер басқа ерекше бір нәрселер жасайынатын болса, мысалы сыртта, үйірмесінде, сабағында, болмаса үйде, тек сондай кезде ғана бәлкім сый-сияпат ұсынуға болады. Яғни мен бұл нәрсені істемейтін нәрсем. Бұл да мен үшін практикалық қорытынды болды. Бір ойымды мазалап жүрген сұрақтың шешімін тапқандай болдым. Авторға сол үшін рахмет. Келесі, үшінші қарапайым нәрсе, практикалық қорытындындай. Үйдегі шкафтар болады ғой, мысалы ас бөлмесіндегі әсіресе тоңазытқыш деген нәрселерді балаларға икемдеп жасап қою керек екенбіз ғой. Бізде байқайсыздар ма? Ананы әперші, мынаны әперші, қасық әпер, вилка әпер, су әпер, ананы әпер, мынаны әпер деп кәдімгідей ата-ананың миын ашып жүреді ғой балалар. Ал неге соны соларға икемдеп жасап қоймасқа? Яғни сәл де болса өз-өзін алып жүретін балаңызға соны икемдеп жасап қоймасқа. Сондықтан да, мысалы, шынымен де 6 жасар қызым өзі шай жасап, шай жинай алатын жағдайда екен, жай ғана оның қол жетпейді екен дар жақа. Төменгі тоңазытқыштың төменгі полкасына салып қойып едік, өзі алып салады екен. Соны көріп, мына кітапта да соны айтып тұр екен. Сосын неге сөйтіп жасамасқа, енді солай икемдеп қою керек екен деп жатырмын. Көрдіңіз ба? Сол кезде сіз күніге сізден 100 рет бір нәрсені сұрай бермейді. Тамашама, кеттік. Төртінші практикалық қорытынды. Мынаны қараңыз. Кейде мынандай болады, балалар үйірмеге барам дейді да, тез тастап кетеді. Немесе сен бір үйірмеге бар десең, ол барғысы келмейді. Сондай мәселелерді қалай шешеміз? Былай айтады: бала үйірмені таңдап алып тастап кете бермес үшін алдын ала келісіп сөйлесіп алу керек екен. Кемінде 3 ай барасың. Егер бала өзі таңдаса,
кемінде 3 ай бару керек екен. Өзі тегін сұранып тұрса. Соны алдын ала келісіп алып, сол кезде кейін жаңағыдай ұрыс керіс шығып кетпейді екен. Ал егер ата-ана таңдап жатса, балам сен мынаған баршы, ол барғысы келмей жатса, онымен бүйтіп келісуге болады екен. Балам, бір ай ғана баршы, бір ай ғана баршы. Ары қарай ұнамаса, бармай ақ қоясың. Нәтиже шықпаса, бармай ақ қоясың деп сөйтіп келісуге болады екен да. Осы мен үшін қашан тастауға болады, үйірмені қашан тастауға болады. Яғни сен ата-ана жіберіп жатсаң, кемінде бір ай, өзі таңдаса кемінде 3 ай жүру керек екен, кейін одан кейін ғана тастауға рұқсат беру керек екен. Бұл кемінде осылай жасап көреміз енді. Кейде біз айтқан нәрсеге ол барғысы келмей жатады, немесе ол айтқан нәрсе бізге ұнамай жатады. Міне сол кезде осындай 1 ай және 3 ай деген принципті қолданып көріңіздер, мен де көремін бұйырса. Келесі 5-ші практикалық қорытынды. Мынаны қараңыз, бүйтеді да. Енді бала болашақта енді түрлі жаңағы үйірме болсын, не болсын, мамандық болсын, болашағы ғой енді баланың. Сол айтады да, бала таныс емес бағытқа қызыға алмайды дейді да. Қарапайым нәрсе ғой, бала таныс емес бағытқа қызыға алмайды. Сондықтан да біз баланың ой өрісін кеңейту керекпіз, көп нәрсені көрсету керекпіз, таныстыру керекпіз да. Қарапайым күнде әшейін мектеппен екі ортада ғана жүре берсе, ол ой өрісі тар болып, біраз нәрсені білмей қалуы мүмкін екен да. Ал анау Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген кітабы бар ғой, сол кезде де айтады ғой, кішкентай кезінен бастап баланың ой өрісін тауды да көрсетіп, тасты да, шөлді де, мұхитты да, теңізді де, бүкіл нәрсені көрсетіп, оның ой өрісі кең болса, ода білім болады, таңдау болады, түрлі әсерлер болады. Сол арқылы ол яғни өзінің сүйікті бағытын табуға мүмкіндігі көбірек болады дейді. Сондықтан да бала шағамызды әр нәрсені өзіміз көрсетпесек, оны жаңағы интернет болмаса басқа біреулер біз қаламаған нәрсені көрсетіп тастайды. Сондықтан да бала таныс емес бағытқа қызыға алмайды. Сондықтан да ой өрісін дамыту, таныстыру, көп нәрсе көрсету ата-ананың міндеті екен. Кеттік келесі 6-шы практикалық қорытынды. Позитивке фокус жасау керекпіз. Яғни мынандай айтады ғой, не нәрсеге назар аударасың, сол нәрсе көбейеді дейді ғой. Бұл негізі еврейлер бұны өте қатты қолданады екен. Олар тек жақсыны байқауға тырысады да, жаман нәрсені елемеуге тырысады. Оны мысалы еврейлер зерттеді, болмаса жаңағы Америкада оқыған достар, мен өзім Америкада жұмыс жасағам деген сияқты, сол жақта сол қатты бағаланып. Мысалы сен жақсы бір нәрсе жасасаң, вау деп ше, таң қалып, рахметтің түр-түрін жаудырып, олар сөйтеді да, сен одан соң сол жақсы нәрсеңді ары қарай дамытып жіберуге тырысады да. Бұл еврейлерде әсіресе қатты қолданады екен. Неге біз соны қолданбаймыз деймін. Біз әсіресе анау бұрынғы совет заманының елдерінде біз тек қана қатеге көңіл бөлеміз ғой. Бір сөйлеп жатсың, керемет сөздеріңді айтып жатсаң, ол солай болу керек сияқты да. Бір қате айтып қойсаң, мынау қате. Қанша сөзді керемет жазып жатсың, бір өтір нүкте қатені қызылмен баттастырып, мынау қате. Ол әке шешеміз де солай, мұғалімдер де солай, қоғам да солай деген сияқты біз қате. Сондықтан да біз қателік жасаудан қорқамыз, жаңа нәрселер жасаудан қорқамыз. Ал өзіміздің жақсы тұстарымызды ешкім айтпағаннан кейін біз оларды ешкімге керек емес деп ойлап қаламыз, болмаса оны маңызды емес деп ойлап қаламыз да. Сондықтан да өтініш, біз бір-бірімізге де және де бала шағамыздың да, іні қарындастарымыз болсын, мықты тұстарын көрсек, мынау сен керемет, мынау елден ерекше, мынаны одан сайын дамыт, мынадан сені бір нәрсе шығады, мынау сенің болашағың деген секілді осы нәрсені позитивке фокус қойсақ, сол көбейеді екен да. Ал біз анау қате, мынау қате, мынау дұрыс емес деп негативке фокус қойған сайын сол нәрсе өмірімізде көбейіп кете береді екен. Керемет, бұл үлкендерге де кішілерге де жұмыс жасайтын нәрсе. Келесі 7-ші бүгіндікке соңғы лайфхак. Бұл да балаларға да кішкентайларға да жұмыс жасайды, яғни эмоциямен артық сауда жасап қоймас үшін не істеу керек? Яғни болады кейде интернетте отырып, жаңа Wildberries дейді, Каспи дейді, түрлі заттар тапсырыс беріп тастайды адамдар, әйелдер әсіресе, балалар, болмаса базарға барсаң да көп нәрсені алып тастауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да сондай болмас үшін, санаулы түрде соны жасау үшін wish list
яғни не қалайды сол нәрселердің тізімін жасау керек. Яғни тізім, мынаны алғым келеді, себебі мынаны деп, яғни адамда өзінің тізімі болса, яғни қалаулардың тізімі, сол кезде алатын кезде әшейін эмоционалды тарс еткізіп алып тастамайды, саналы түрде өзіне қажетті, өзі ойланған, шешім қабылдаған заттарын алатын болады. Осында қарапайым азық түлікке бара жатсаңыз да тізім жасап барыңыз деген сияқты, базарға бара жатсаңыз тізім жасап қойыңыз. Жалпы бұл өмірде не керек деген нәрсені тізім жасап жүрсе, сол өте шынымен пайдалы. Мен өзім үшін көп жасайтынмын. Енді соны үйдегі әйел балашаға да неге қолданбасқа, соны жасайық, нәтижесін бірге көрейік. Сонымен бұл Елжас Ертайұлының бала тәрбиесіндегі лайфхактар кітабында осындай түрлі қоғамдағы ата-ананың сұрақтарына жауап ретінде сөйтіп жазылған. Әр ситуацияны оқып отырып, мен бұл кітаптағы ең негізгі мына принципті түсіндім да. Мына қараңыздар, біз бала кейін өзіндік ойы жоқ, ешқандай қызығушылығы жоқ, кім болып не болатынын білмей қалатын, сондай болғанын қаламасақ, қазірден бастап баланы тыңдап, оған сұрақ қойып, оны түсінуге тырысып, өзіне таңдау жасатқызып, өзіне шешім қабылдатқызып, және соның нәтижесіне нашар болса да, содан өзіне сабақ, тәжірибе алып үйретпесек, кейін бағанағыдай өкініп қалады екенбіз. Сондықтан да бұл кітапты бір сөйлеммен солай қорытындыласақ болады. Баланы тыңдау, сұрақ қою, түсіну, таңдау және шешім жасатқызу, және одан сабақ алғызу керек екенбіз. Сол кезде ғана ол үлкен өмірге, шынайы өмірге дайын болып шығады екен бұйырса. Солай достар, сіздердің бір-екі ойларыңызды, әрекеттеріңізді, сөздеріңізді жақсы жаққа өзгерте алсақ, сізге де пайда, маған да пайда. Бұйырса, келесі осы кітаптың практикалық қорытындысында жолыққанша сау болыңыздар.